Рысқұл, Алматы облысы, Қостанай облысының Қыран мен Қарабалуан. Ұланның салмағы да бойда басым, ұзын. Міне Арланның тісі, жігіттің ісі. Қандай керемет. Ұлан бірінші айналымда өте жақсы күресті. Айтар жоқ, Айбек Нұғымаровтан жеңіліп жатып. Қайталап айтайын, 18 секунд қалғанда бір бүк ұпайының айырмашылығы ұмытылып жатты. Одан кейін есептеген, бір жамбас ұпайының айырмашылығы. 11 секунд қалғанда есептеңіздерді. 2 секунд қалғанда бір бүк ұпайының айырмашылығымен жеңіске жетті. Керемет. Енді бұл дайындықтың, енді өздеріңіз білесіздер, өткен жылы Ұлан Рысқұл бір жыл демалды. Белінен жарақатына байланысты осындай белдесулерге шыққан. Мінекей бір жылдық демалыс, тәжірибе бар Ұланда, қайта жиналып алды. Енді бұрындары өздеріңіз білесіздер, Қызылорда облысын намысын қорғайтын Ұлан Рысқұл. Енді бұдан былай өзін туған жері Алматы облысын абыройын асыруға бар күш-жігерін салмақ. Талдықорғанда өткен жетісу бөрісінде бұл азаматтың өте жақсы күрескенін менің әріптестерім айтып өтті. Ришат Тұрғанбаев дейтін жетісу газетінің тілшісі. Әлеуметтік желіде де көп жазылды Ұлан Рысқұл. Сондықтан бұл Ұланның бабына келгендігін мойындауымыз керек, қалай дегенде де. Ал оған Ерлан Омаров қандай қайрат көрсетіледі? Айналып түсті және бүгіп айы қазір. Ауырға соғатын сияқты. Аяқпен ұмтылған ақ екен? Өте ауыр болатын сияқты. Ұлан асықпай шабылдайтын ыңғайда, өйткені қазір оның бір бүгіп айы бар. Қарсыласынан бойда, салмақта басым екендігін айтып өттік. Қазір ақырындап жағаға қол тигізуге тырысады. Қазір саусағын ораған пластырларды алып тастап кірісті іске. Өзіне сенімді болған жағдайда байқадыңыздар ма? Болғандар жағасын оңай береді қарсыласқа. Оңай береді де өзі арқадан қапсыр ұстауға тырысады. Қазір Ұлан керісінше екі қолмен де қарсыласының жағасынан ұстауда. Айналдыра ала ма? Жоқ, уақыт өтіп кеткен сияқты. Төрелер осында бүгін. Байқауымызша Русланның жанкүйерлері көбірек, сондай-ақ Бейбіттің жанкүйерлері өте көп. Ал міне қазір осы екі балуан күресіп жатқан сәтте кішкене мынау сілтідей тыныштық демесек те Сарыарқа велотрегінде онша бір даурысқан дауыстар естілмейді. Соған қарағанда Ұланның жұрт көзінің алдынан бірталай уақыт жоқ болып кетуде әсер етіп жатқан сияқты. Ал төреші болса, екі балуанды белсенді күресуге шақырды. Ұлан қарсыласының дұрыс әрекет жасамай жүрген төрешіге ескертіп бір қолын босатты, белгі берді. Ал ендеше. Қазір қызыл бір әдіске әдіс қолданып кетті. Яғни бүгіп айы берілгенде ыңғай танытылып еді, бірақ қазір табло өзгеріссіз тұр. Орай шалған әрекет нәтижесі болды. Ұпайы жоқ. Ұлан енді қаша ұрыс салатын сияқты, жағасын ұстатпай жүр, байқадыңыздар ма? Енді өзі керісінше қолының ұзынын пайдаланып ұстауға тырысқан, дегенмен екеуі де бір-бірін ұстап үлгерді. Ерлан екі қолмен бірдей ұстады. Ал құрметті көрермендер, осы сәтте біздің студиямызға Елемес аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Бүгінгі жарыстың барысы өзіңізге қалай? Дәстүрлі сұрақтан бастайық. Жарыс егеменді халқымыздың 25 жылдығына арналып өтіп жатыр ғой. Өте жақсы, ұйымдасу өте жақсы, және балуандардың дайындығы да өте жоғары бір қызығушылық танытуда. Халқымыздағы, өзіміздің еліміздегі қазақ күресінің бұқаралық бағыт алуы бізді қатты қуантады. Өте жақсы, Елемес аға. Мынау қазір жаңа форманың өзгерістері жайлы талқылап өттік. Бұл қылдай ма? Қалай? Басқа күрестің түрлерімен ұқсас болып кетуін қадағалай ма? Халықаралық федерация біздің күрестің ерекшелігі жатып күресу немесе партерде күресу жоқ болғандықтан, мына киімнің үлгісі ғылыми зерттеліп біздің
қазақ күресінің әдіс айласына сай келетіндігі дәлел. Елемес аға, осы өзіңіз енді қазақ күресін зерттеп, арнайы кітапта жаздыңыз. Бұрын соңында қазақ тарихында болған балуандарды да сол кітапта мысалға келтірдіңіз. Қазіргі қазақ күресінде қандай элементтерді балуанда көбінше қолданылмайды? Өте бір жақсы сұрақ. Біздің қазақ күресіндегі іштен шалу, қырқа шалу. Қырқа шалу. Мінекей осы екі күрес әдісі мына балуандардың белдесуінде сирек кезігіп жатыр. Оны мен ойлаймын қазіргі жаттықтырушылар үйрету мәселесі төмен болып жатыр. Бүгінгі жарыс барысында сол екі әдісте қолданылған жоқ па әлі? Бір ғана балуан ғана қолданды, бір-екі рет іштен шалуды. Бірақ оның өзі нәтижесі болды, иә? Ал мынау қазіргі шалыс сол қырқа шалысқа келмейді ғой? Келмейді. Иә, дегенмен ұлан Рысқұл бұл жерде жеңіске жетті. Аяғын шалып жұқты. Бұл қандай әдіс деп айтсақ болады? Арттан шалу. Арттан шалу, иә? Арттан шалу. Бұл жерде қырқа шалу емес. Қырқа шалу емес. Дегенмен бірақ ұланның басындығы күмән тудырған жоқ. Әрине. Ал